Көптен күткен влог мамамен. Алғашқы шығарылым мамамен бірге болатын влог. Қалайсыз, мам? Шүкір. Аллаға мыңда бір шүкір. Қайда бара жатсыз? Лонгевич деді ма, Лангевич деді ма, сол жерге деді. Лангвичқа баратырмыз. Лангвичқа. Қалай жалпы? Дайындық қалай? Күшті ма? Аллаға шүкір, жақсы. Не? Сендер бар жерде бәрі жақсы ғой маған. Қандай дайындықпен шықтық үйден? Тамақтың бәрін салып, бүкіл продуктамызды алып, бала-шағамызды алып, суымыздың бәрін алып демалуға шықтық. Иә, бәрін алып Ақша шығармаймыз. Тамақ, коляска. Ақша шығармаймыз. Ақша шығармаймыз. Тамақ, коляска, вот мама, Айдан. Айша қайда? Айшаны ұмытып кетіппіз ғой. Мам, не істеп жатсыз? Видеоға түсіріп жатырмын. Не түсіріп жатсыз? Мынау қол жуатын. Раковинаны түсіріп. Раковина көрмедіңіз ба, не мам? Бізде жоқ қой Алматыда. Бар ғой мынандай қол жуатын. Түсіріңіз, прикол ғой. Мама прикол ұстап жатыр еді. Иә. Түсіре берсеңізші, айтсаңызшы, мына жақта туалет істемей тұрғанның өзінде мынандай туалеттер қойып қойған бірден, бәрін оперативно чистить. Лонгвич деген жерге келдік. Мынау не ғой? Мынау білесіз ба кімдер екен? Фруди қарайды, Фриди Круй ма, бір ужас фильмдерде болатын еді ғой, андай ойнататын. Сондайлар ма? Жоқ, олар емес. Бірақ та, мынау деген менің ойымша Хэллоуин келе жатыр ғой, соған. Хэллоуинге дайындаған ба? Иә. Білесіз ба? Мынандайды фотоға түсіресің. Ішіне кіресіз да, суретке түсесіз. Кіріңіз ішке. Кіріңіз, отырыңыз, телефоныңызды алыңыз. Жоқ, өз телефоныңызды алсаңыз, камераға қосыңыз. Камераға кірсеңіз. Жоқ, камераға кіріңіз. Камера кірдіңіз ба? Мынаны басыңыз. Алдыға камераға ауыстыратынды. Фотоға қойыңыз. Болды, түсіріңіз енді. Түсіріңіз. Болды, не фотоға түстіңіз? Мен телефонмен түстім ғой. Ой, құдай! Мен мұнаның ішінде түседі екен деп ойлап қалдым ғой. Кетші. Бұның ішінде болады ма түсуге? $8, не жалко болса. $8 бір фото. Кәдімгідей дайындалып түсіп отырмын. Бүгін қазір маманы неше түрлі андай ыңғайсыз жағдайларға салам. Газеттер тұр мына жақта, қараңыздар. Міне, Лонг-Бичқа келдік. Қараңыздар, міне. Газеттер керек қой, мен пирожки пісіргенде мынаны астына салып қоятын 2-3 газет алып алу керек екен. Пирожки пісіргенде дейсіз ба? Иә, пирожки пісіргенде астына қойғанда газет жоқ үйде. Бір газет $1 дейді. Сатып аламын. Да, ойнап айтамын, мам, тегін. Ақшаға керек емес, ақшаға алмаймын. Алыңыз. Мама, old school ғой, газет оқимын дейді. Ағылшынша оқисыз, мам? Иә. Лонг-Бичтің осындай міне несі бар, парковкасы. Яхталарға арналған. Мынаны қараңыз, Мамасита деп жазылып тұр. Мынау сіздікі емес па, мам? Айтастардың, мен біреуін негізінде баяғыда ата-бабамнан қалып қалған мұра бар деп еді, сол шығар, наверное. Барып что-то тексерту керек сияқты. Ата-бабаңыздан қалған мұра Лонг-Бичта деп айтты ма сізге? Иә, сол айтқан. Бич деген жері бар деген, бірақ қандай жер екен айтпады. Айтастардың үй жағы осында ма? Жоқ, басқа жақ. Бірақ олардың үйінің жанында да осындай парковка бар, тұрақ. Керемет. Бірақ ол басқа жер. Марина Дель Рей деген. Мынау Лонг-Бич, мынау Мамасита деп тұр. Керемет. Ой, даналар ана жаққа кетіп қапты ғой. Халло! Хай деген дұрыс па, халау деген дұрыс па? Хай дей беріңіз. Хай қысқаша. Хай. Ана итке бүйтіп жатырмын ғой, хай деп жатыр. Бәрімен амандасып отырсыз ба? Қалай итін тасып жүргені коляскаға салып? Үйреніп кеттім, көзім басында дикі болып көрінетін, қазір үйреніп кеттім. Как будто так положено сияқты болып кетті. Балаларынан артық көретін сияқты ғой итті. Бала салатын коляскаға да салып алатындар көп өте. Супермаркеттің ішінде жүре береді, базарда жүре береді. Еще жалап алып, құшақтап алып, бетінен сүйіп отырады ғой, масқара. Иә. Иттерді ойнататын алаңдар бар. Бірақ негізінде адамның көзі любой нәрсеге үйреніп кетеді екен. Иттерге арналған. Басында маған вообще жабайы, дикі болып көрінетін. Балабақша сияқты иттерге арналған бар, итін тастап кетесің. Сосын иттерді жуатын орталықтар бар. Сосын бұл жерде байқағаным, не аз екен. Балалар ойнайтын орындары жоқ почти. Зато итке жағдай жасап қойған. Иттің секіретін, ойнайтын, сондай жақтарын көп істеп қойған да. А балалар әлемі, балалардың бізде площадкалар Қазақстанда деген любой жерде үйдің алдында площадка ғой. Бұл жақта ондай тема жоқ. Жоқтың қасы почти. Өте аз. Өте аз. Мынау міне киттерді көріп қайтатын тур ғой. Билет құны $50 жұмыс күндері және демалыс күндері $55. Ол 62 жастан асқан адамдарға $45, 12 жастан кішкентай балаларға $35 дейді.
біз барған кезде бұдан арзандау болған сияқты, шатаспасам. Негізі бізде бар влог түсіргенбіз сол кит қарауға барғанда. Сол жақтан қарап бір еске түсіріп алу керек. Бірақ шамамен сол кезде $40 болған сияқты, $45 ма екен. Бізде бар ғой, көшелерде отыратын семішке сатыпшы, сондайдың дамып кеткен түрі. Қытайдың заттарын сатып жатыр. Қараңыз, екі жақта пальмалар өсіп тұр. Кино ма? Кактус деппін ғой. Кокос құлауы мүмкін, абайлаңыз. Да? Кокос бар ма мұнда? Мына қатты сілкісеңіз кокос цветіге алып кетемін. Есе шықса болады, екі жағынан ұстап, секіріп. Мам, ағылшын сабағын жалғастырамыз. Мына жақта не бар, соны айтасыз, ә? Мұхит. Ocean. Күшті айтасыз ғой, произношениеңіз күшті ғой. Міне скамейка. Bench. Бақыт қой. Пальма. Palm trees. Құм. Sand. Bike. A man. Мужчина. Асқабақ. Pumpkin. Не көріп тұрмыз тағы да? Trash. Мама trash біледі ғой. Шуаш несі мам? Мен шуаш дедімдер ғой. Бір Қоқыс дегенше? аяқтың шуаш шығар. Қоқыс білесіз ғой? Қоқыс. Траш қой. Trash. Айтсаны. Міне, газон. Grass. Мен өзім дұрыс айтып отырмын ба? Yeah, grass. Ағылшын пәнінің мұғалімі маған дұрыс деді. Бес қой не Sky. Жоқ, Sky. Не деп ойлайсыз Sky деген? Sky деген жоғарыға шығамыз деген шығар. Жақын. Аспан. Сосын скутер. Не деп ойлайсыз скутер? Мына нелер ғой? Нәуру айдайтындар. О, дұрыс. Сосын kids. Не ол kids деген? Орындықтар. Жоқ. Демалыс. Kids деген, ана жақта екеу жүр. Екі kids жүр. Көріп кеткен. Мамасымен. Балалар деген ғой. Бебилер емес пе олар? Stroller. Осында жерде тамақ істейік деп Мам. отырмай. Мына жерге отырып, иә. Удобно, иә? Мам. Stroller. Чорлар. Ана жақта мынандай бар ма? Stroller, right? Чорлар. Ана жақта бар ма? Жоқ, кажется. Өшіріп сақлады. Иә. Не деп ойлайсыз, мам, ол? Білмейм. Қалай ойлайсыз? Сіз қазір қолыңызды ұстап келатсыз. Коляска. Дұрыс. Кеттік, біз ана жерге отырып тамақ ішейін деп жатырмыз. Мына жаққа отырып, мына көлеңке жаққа отырайық та? Отырып, даяшыны шақырса бола ма? Міне мынау Long Beach'тағы кафешка. Бұл жақта тамақ өте арзан деп естігенмін мен. Кеттік. Салфетка жоқ да бізде? Салфетка жоқ. Газет бар ғой. Газетті спасать етіп жатыр маман, құтқарып жатыр. 5 сотка еш мен Нәура. Кеттік ал. Бізде распаковка чек. Үйден алып шыққан тағамдарды көрсетеміз сізге. Кеттік, мынау не? Мынау қияр мен қызанақ. Одан кейін. Маманың таңғы істеген оладушки. Қайда? Міне оладушки. Мынау? Одан кейін. Мынау не? Бірақ бір жаңалығым бар сияқты. Қасқиылғы жоқ па? Жоқ па? Саған. Қолмен жейміз ба не? Міне мынандай котлеттер алдық. Макарошкалармен. Котлеты с пюрешками? Нет, с макарошками. Мамау, қасық вилка алмаппыз ғой? Қолмен жейміз, қазақ емеспіз. Мен любой тамақты қолмен жеймін. Пловты да, етті да. Сорпаны. Сорпаны да қолмен ше берем. Бетем да, деп ше берем. Негізінде қазақпыз ғой, не үшін жаратылдық? Ата-бабамыз қолмен жеген, біз де қолмен жейміз. Қазақ бол тумағанды нетерем. Айшатан. Тамақтарды қасықпен мен жеп өтерем. Окей. Кеңіз отырыңыз. Мына жер қандай әдемі болып тұр, ма? Абыл, мен сумкамды көрші, менде деген қасық бар сияқты осы. Мына сумкада ма? Иә, содан көрші.
қазір вау, тамақ ішеміз. Тамақ жақтың бір ішеміз. несі нан жоқ та, нан жоқ, ойбай. Тамақ ішеміз. Мен түсінбей қалдым ғой, ё-мо. Құтты болсын. Айоннан қараңыз, мам. Ботам, құтты болсын. Я блокқа түсіру керек еді ғой. Не құтты болсын? Немен құттықтап жатсыңдар мені? Құтты болсын ал. Жаңа iPhone Айдана, Абылайға. Қазір көп рахмет. Жанымызда болғаныңыз үшін әркез қандай нәрседе болсын 100% беріліп жасайтыныңыз үшін, біз үшін, отбасымыз үшін, көп рахмет. Енді көп сөз айта алмаймын, сондықтан сізге менен iPhone 15 Pro Max. Рахмет. Что-то бірақ не ожидал деп тұрсыз ғой. Бірақ мен Жоқ, мен деген шынымен- заказбен көрген жоқсыз ба? Жоқ. Почтаға? Жоқ. Қандай почтадан көремін? Почтаға келді ғой. Бүгін алып келдім жаңа. Жоқ, мен мынандай нені вообще даже мына сумканы аштым ғой. Иә? Инан көріп қалдым да түсінбей қалдым. Не үшін бұл біреудікі ма, біреу там жанар бер жерді ма, білмей түсінген жоқпын да, бір нәрсе сұрап берші деп. Рахмет, негізі өте. Түсі ұнамай қалмасын, мамаңдікі сияқты. Тысығанда айтпақшы. Мамаң деген кеше. Black па деймін. Black па? Әйтеуір қандай көреміз болса сыға. соны алдым. Я сіздер басын көрмей қалыңыздар, міне Айдына маған Басы iPhone соткада бар ғой. сыйлады. Если что. Я, если что, басын тығамыз. Қасықшы. Қасық жоқ. Қасық жоқ. Қасық жоқ, мам, қасық алмаппыз. Қолмен ұрамыз. Қолмен ұрамыз, а? Мам, мен жеп отыр едім, тығып атсыз ғой менен тамақ. Мама жесткий кетті. Мама жайлап ет, салып. Тұрып аралайық деп атқам ғой, уақыт кетіп бара жатыр. Болды енді мен желанием кетіп қалыпты. Мама деген айтады да, мен тез мына жерге видеоға фотоға түсіп айтамын, мама, бізден қазір 3-4 сағат осы жерде жүреміз, қыдырамыз, мына тамақты ішіп аламыз, сосын тағы тамақ ішсек. Қайдан білеймін, мен бір асығып тұрмын дейді мама. Мына немізді жауып тастады, жеп отыр. Тамақты бәрін опырып садық, міне дым қалмады. Плотно. Тек ар жақта бір котлет қалдырдық. Негізі басында 8 котлет болды ма, неше болды? Неше салдыңыз ма? 8 ба, 10 ба, 10 болды ма не? Ё-моё. Слопали. 10 котлеттен біреу қалдырып қойдық Айшаға. Қалған 9-ын опырып тастадық. Екеуін жеп қойдық, 10 котлет. Мен әйтеуір бір 4-4-тен 12 котлет пісірдім ғой. 12 котлет па? Жоқ, екеуін үйде жеп қойдық. Мен бір 3-4 жеген сияқты. Үйде мына бар. 1,5 порция жедік қой, короче, каждыйымыз. Бүйтіп мама аз жеді, біз көп жедік. Неге нормально жеді? Айша ғой 7 жеген. Айша жей береді. Ей, жүрек. Сол біз кеттік ары қарай. Біз кеттік ары қарай. Соткасы бар жігіт. Айфонға распаковка істеймін. Мынау Титаник қой, анау алдыда тұрған. Анау Титаник па? Иә, Титаниктің өзі батып кеткен ғой, соны шығарып, жинап қайтқан. Мына жерде негізінде Нұрлан Қоянбаевтың киносы түсірілген дейді. Айсұлу менің махаббатым. Айсұлу? Иә, менің махаббатым Айсұлу ма сондай? Менің махаббатым. Сол фильмнің бір сахналарының бірі түсірілген дейді. Мен бірақ көрмедім. Мен де көрген жоқпын. Міне маякқа дейін келдік. Айша бейби, стоп. Мам. Абайлаңыз, маяк жақта маяк ұстақамаңыз де. Неге күлдіңіз? Антенна ғой маяк деген бізде. Антенна? Бізде маяк ұстамай қалады, антенна болады бізде бір бұрынға. Айша бейби. Союздың кезіндегі неге радиоларда маяк деп атады ғой. Көріңдер ма? Кезіндегі адамдардың ойлары тіпті қандай таза. Иә. Міне Айдананың бағана сыйлаған iPhone 15 Pro Max-на распаковка жасап садық, ұмыт кетіппіз ғой. Ренжімеңдерші, телефонға түсіріп алдық тағы да. Міне осындай түсі қара 15 Pro Max. Жады 256 гигабайт. Мынау міне қорапшасы. Телефоның тоза берсін, көңілдерің оза берсін. Ане, мама тілек айтып жатыр телефонға. Телефонға айтып жатса бізге айтып жатыр. Саған айтып жатыр. Махаббаттарың мәңгілік болсын. Аумин, айтқанымыз келсін. Кеттік па? Кеттік та. Қалайсың, Прачка? Прачка мамасын видеоға түсірумен айналысып жатыр. Қазір өзім блогер емес, андай мобилограф болып кеттім уже. Мен де сол мобилограф болып жүрмін ғой. Мобилограф, камерамен болып кеттік қой маманы түсіріп. Міне қараңыздар, мына жақта адамдар келіп осылай шөптің үстінде рахаттанып жатады. Сол, достар, тағы не айтайын.
айтатын сөз көп, сходу қадапста тұра берме күтті, біз қазақ деген сөз, қара шаш, қара көз, бізбен кездескен адам айтады, я его боюсь, так что қазақтар алға басыңдар, саспаңдар, төбелестен соғыстан ешқашан да қашпаңдар. Қалай екен мам Long Beach? Что надо? Керемет. Әсер, басқа. Қандай енді сезіміңізді айтып берсеңізші? Сезім ба? Сезім деген енді айта алмаймын, жеткізе алмаймын сөзбен. Бұны көру керек тек. Көзбен көріп, жүрекпен сезу керек. Қандай әсер алдыңыз? Әсер алдым, демалдым, миым демалды. Жақсы болып қалдым, өте тамаша болып қалдым. Күшті жері кәдімгі андай ми демалатын жер, ми тынышталатын, ештеңе ойламайсың, керемет жер, демалатын жер. Ештеңе ойламайсың дейсіз ба? Иә. Просто тек кәдімгі әдемілікті қарап, любоваться етесің болды. Ештеңе ойламайсың болса, мұнда Қазақстан қазақтардың пабликтарын астына комментарий жазатын адамдар бар ғой? Иә. Соларды осында жіберу керек екен, ештеңе ойламайды. Олар ештеңе ойламай жазады ғой? Иә. Long Beach-қа келген сайын мені мазалайтын бір сұрақ бар. Қазір мен сіздерге бір музыкантты көрсем, ол барабанда ойнап жатыр, бірақ ода барабан емес, барабан сияқты. Жалпы сұрайын дегенім, оқырмандарының ішінде барабан ойнау білетіндер бар ма? Айтыңдаршы, мына ойнап жатқан музыка, өтірік музыка ма, әлде шын ба? Себебі қараңыздар, менің дәл алдында бір кісі жай ғана шелектер қойып алып, сөйтіп ойнап жатыр міне. Айтыңыздар, шын ба, өтірік па? Мам, сіз қалай ойлайсыз? Білмеймін. Жүрсекші? Музыканың бір кішкентай несі болса да бар сияқты. Түсіріп алайын деп тұрмын да қазір менде. Бұлай алдынан түсіріп алуға болмайтын шығар, может. Бірақ білмеймін, көріңіз түсіріп. Мама түсіріп аламын дейді. Ақша беру керек ол кісіге. Түсіру үшін ақша беру керек. Иә. Бұл жақта любой нәрсе сондай ғой? Мынау қандай дүкен мам білесіз ба? Қайрат Нұртастың магазині. Неге Қайрат Нұртастікі? Білмеймін, анау Нұртас, анау мамасы деген сияқты, иә. Нұртас және мамасы. Бірақ оның аты Қайрат қой? Білмеймін, мен осы Алматыда осындай магазин болса Қайрат Нұртастың магазин деп ойлаймын бәрін. Қайрат пен Нұртастың мамасы деп. Мам, мынаны оқыңыз ал, мынаны. Міне мынаны. Кап. Қалай? Кап. Жарайды. Так, мынаны оқыңызшы мам, үстінде жазылып тұрғанда. Тренерека. Тнекерике, ма? Мам, мынаны оқыңызшы мына ортасында тұрғанда, ортасында. Нотариус. Не? Ошақ нотариус шығар? Осы рубрика қызық екен ғой, мамаға оқыту. Так, одан кейінгіші мына оң жағы, астындағысы. Ва, крию. Сол жақтағы астыңғызшы. Конверсия. Соның үстіндегісі? Кау. Жевелерс. Мына оң жақтағы үстіңгісі? Сункляс. Ноут. Ноутбук сатады деңізші? Білмеймін әйтеуір. Дұрыс, негізде жобасы келіп жатыр ма? Жобасы келіп жатыр ма? Сәл-пәл келіп жатыр. Ана ортасындағы көрініп тұр ма саған жазу? Маған айдана издевается. Иә, соны мама білесің ол оқыды? Нотариус. Starbucksқа барамыз ба? Иә, кеттік Starbucks. Армандар орындалады, армандаңдар. Әрбір адам әдемі армандай біле білу керек. Армандасаң, әрбір арман орындалады. Иә, дұрыс. Тек әрекет ету керек, е? Жатып армандасашы, мысалы, төсекте. Диван батыр болуға болмайды. Диванда жатып армандасашы ма? Жоқ. Болмай ма? Екі аяқпен қимылдап, жүріп, тірлік істеп армандалады. Ама мысалға сіз осы өміріңізде осы мысалға, сіз қазір енді 60-ға таяп қалдыңыз ғой? 58-демін, иә. 58-десіз. Осыған дейін сол 57 жыл ішінде ойладыңыз ба Америкаға бір күн осылай барам деген? Жоқ. Жас кезіңізде мысалға мектеп оқығанда сіздерде ағылшын тілі болды ма? Болды. Мектепте болды, иә? Болды, иә. Сіз нешеге шықтыңыз ағылшын тілінен?
Есіңізде жоқ па? Күштімін десем класстастарым көріп қойса ұят айтады. Мектеп бір жамал өтірік айтты деп. Мектеп несінен программасынан қандай сөздер есіңізде қалды? Қандай сөйлемдер? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Біледі екенсіз ба? Енді сол мектеп кезінде ағылшын қызық болмады. Өйткені сіздерге Америка деген мүлдем кинолар да болмады аса, иә? Жоқ. Жоқ, ана Ульзана, Апачи деген мексиканский киноларды индейцтер туралы киноны ол жақта Америка жоқ қой енді сол. Қазіргі Америка. Одан кейін мысалға где-то 30-40 жастарыңызда осы американ киноларын көрген, сол кезде тоже ондай ой болмады ма? Ой болған жоқ. Бірақ анандай көрген кезде қызығатынбыз. Бірақ бұрын апаларымыз, әжелеріміз ұрысқан. Әже, қайда барасың? Америкаға кетіп баратырмын деп айғайлайтын. Действительно, сол шынымен. Мысалы, сіздердің жас кездеріңізде индийский фильмдер қатты андай. Иә, популярный болды, иә. Сол кезде Индияға мысалы барғыңыз келді ме? Иә, қызығатынмын. Негізі қандай мемлекеттерге баруды армандадыңыз жас кезіңізде? Или ондай болмады ма ол кезде? Ондай болған жоқ негізінде, бірақ бару любой адамның арманында болады ғой. А мен кейін сендер оқуға түсіп, оқуға кеткен кезде армандайтынмын. Ой, шіркін, Американы көрсе ғой деп. Армандар орындалады екен, армандай білу керек. Алла тағала арман жақсы айтсаң, жақсы ниеттенсең, орындалады екен. Так что армандаңдар. Кішігірім подкаст десең, е? Жаңа қайтып бара жатқанда соғамыз дегендіктен қайтып бара жатып соғып кетейін деп шештім. Міне дәл осы жерде My Love is Айсұлу фильмінің сахнасы түсірілген. Қазір көрсетемін сіздерге. Міне қараңыздар. Міне дәл сол скамейкалар, міне 2 скамейка, яғни осы жердің ортасында, міне мына жерде Нұрлан Қоянбаев және Әсел Сағатова осы екеуі тұрып, мына маяктың жанында сахнасын ойнаған. Осындай. Мына келесі сахнасын қарасаңыздар, міне екеуі тұр. Болды, міне кеш патто кеш. Қазір үйге қайтайын деп жатырмыз, иә? Не айтасыз жалпы? Күніңіз қалай өтті? Жалпы оқырмандарға не айтасыз? Жалпы күнім өте тамаша өтті. Абылдың блогын көріңдер, өніңдер, өсіңдер, дамыңдар, жазылыңдар. Бүгінгі күн өте тамаша өтті, өзіме ұнады, жақсы қыдырдық, жақсы әсер алдым. Шаршадыңыз ба? Жоқ, шаршаған жоқ. Онда тағы да кеттік басқа жаққа. Пожалуйста, кеттік. Жоқ, қайда барамыз? Қайда барғыңыз келеді? Нью-Йоркқа кеттік. Жоқ, ол деген алыс. Нью-Йоркқа мен әлі барып көрмегем, айтпақшы. Сол енді бұйырса, бір жоспарлап барып қайту керек болып тұр. Нью-Йоркқа, иә, мам? Сіз 7 рет болдыңыз ба Нью-Йоркта? Нью-Йоркқа барамыз, сосын нет, жаңағы барамыз деп отқан жер тағы нет. Ташкент? Жоқ, анау. Гавайяға барамыз дейді. Білмеймін, Гавайя дейді, не екенін де білмеймін өзім. Нью-Йорк или Гавайи таңда десе қайсын таңдар едіңіз? Екеуіне де барғым келіп тұр. Жоқ, біреуін таңда десе мысалы. Гавайи ма? Мен Нью-Йорк таңдайтын. Сол достар, кеш батып жатыр. Біз үйге қайтып бара жатырмыз. Айтатын басқа ештеңе жоқ. Қазір біріншілер болатса айтамыз, былай жалпы қайырлы кеш. Міне мамамен шыққан влог бізде. Давайте. Сау болыңдар, аман болыңдар. Көріңдер, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, жазылыңдар. Абылайдың блогын дамытыңдар. 50 мыңға дейін подписчикке жеткізіңдер. Түсіндіңдер ма? Тыңдау керек. Жақсы.